Сонда Абу Ханифа мүлдем қателеспей ме сонда? Абу Ханифа сонда сіз мүлдем сонда ол пайғамбар ма сонда Абу Ханифа? Неге қателеспейді ол сонда? Бұл айтқан сөздердің барлығы ақиқат па сонда Абу Ханифаның? кім айтты ақиқат деп? Барлығы. Жалпы деймін ғой, қате тұстары бар ма жоқ па Абу Ханифаның? Иә. Соған жауап берсеңіз. Абу Ханифа кім дегенде емес, әрине бұл деген үммет қабылдаған үлкен ғұлама, ғалым, мужтахид дәрежесіне жеткен ғой енді. Біз мазхабқа қарайтын болсақ, жалпы Абу Ханифа мазхабына қарайтын болсақ, біз кез келген мазхаб, Малики мазхабы, Ханбали мазхабы, Шафии мазхабына қарайтын болса, ол Шафии мазхабы тек қана Шафиғидің сөзімен жүрмейді. Бізде Абу Ханифа не істемейміз? Тек қана Абу Ханифаның ғана сөзімен жүрмейміз. Жоқ, сіз мен түсінбедіңіз. Абу Ханифа бүкіл мазхабта, мысалы үшін, айтылған 100 мың сөзі бар Абу Ханифаның. Осы 100 мың сөзінің барлығы дұрыс ақиқат болса да Абу Ханифаның. Қателеспеді вообще. Ибн Таймияхта бір 5 мың сөз айтты да, мысалы үшін. 5 мың сөзіміз қате деп жатыр, тауып жатыр қате. Абу Ханифа 100 мың сөз. Сонда 100 мың сөзінің барлығы дұрыс болса да. Өйткені сұрақ былай ғой енді, пайғамбар емес қой деп тұрсың ғой. Өйткені пайғамбар ол қателіктен сақталған. Жеткізгеннен кейін, дұрыс па? Абу Ханифа да біз айтамыз, иә, әрине, Абу Ханифа мағсум емес. Қателеседі. Әрине, дұрыс па? Кейбір мәселе қателеседі. Бірақ ол қайсы мәселеде қателесті? Немесе қайсы мәселесі бұл жерде қуаттырақ деген кім айтып береді? Біз айтамыз. Шығарып алып келіп тұрды осыны. Кім айтады оны бізге? Сол деңгейлес ғұлама ғалымдар айтады. Абу Ханифаның қасында болған ғұламалар, одан кейінгі Мухаммад, Абу Юсуф, сол үшін де біздің мазхабтың ішінде тек қана біз Абу Ханифаның сөзімен ғана жүрмейміз ғой. Мысалы, ибадат мәселесінде көптеген мәселелерде сода фәтуа берілетін болса, кейбір мәселелерде не істейміз? Мысалға, мираста кіммен береміз? Көбінесе имам Мухаммад пен Абу Юсуфта қади мәселелерінде барлығы деген сөз емес, көптеген мәселелерді. Кей кезде дұрыс Абу Ханифаның сөзі жаңа айтқан мәселесі ол басқа жаңағы шәкірттерінен қарағанда, немесе сол замандастардан қарағанда жоғары тұрады. Ижтихадтың екі тарапы бар да, имам Каусари айтқандай. А'ла адна дейді да. Иә, оның ижтихаты қандай болады? Абу Ханифа жеткен. Ең жоғарғысы шәкірті жеткен. Ең жоғарғысы Абу Ханифа айтқаннан кейін Абу Ханифаның ижтихаты жоғары тұрады ғой. Дәлелдеріне қарасаң да ғұламалар да келіскен. Мына жерде имам Мухаммадтан немесе Абу Юсуфтан қарағанда кімнің дәлелі жоғары? Дәлел тұрғысынан зерттеген кезде сол деңгейге жеткен. Абу Ханифаның дәлелі жоғары деп айтқан. Бірақ біз қарасақ, енді кейбір мәселелерін қарасақ, имам Мухаммад амал істеп жатыр. Абу Юсуфқа немесе имам Зуфарға, немесе сол мазхабтың ішінде ғұламалардың несіне, сол деңгейлес ғұламалардың сөзіне амал істеп жатыр. Бұл деген сөз Абу Ханифаның дәлелі төмен дегенді білдірмейді. Енді нені білдіреді бұл деген сөз? Бұл деген сөз бір мазхабта бір ғана адамға телінбейміз. Немесе бір адам қателеседі, немесе қателеспейді деп не істей алмаймыз, үкім шығармаймыз деген сөз. Абу Ханифаның қателігін дәлелдеп бере алатын адам болса, келсін. Пожалуйста, келсін, дәлелдеп берсін. Өзінің заманында да ондай адамдар болмаған, иықтірескен. Бізге жетіп келетін еді. Ал бірақ біздің Ибн Таймияның айтқан 5000 сөзінің 4999-ын қате екендігін айтып бере алатын яқта кім бар? Ғалымдар бар, айтып қойған болды, міне мәселе осымен шешілді. Айтқан ғұламалар да бар. Мысалы, Абу Ханифа мына мәселеде бүйтіп айтқан, бірақ мына имам Мухаммад мысалға, мына дәлел мынандай деген сияқты. Бірақ бүкіл ғұламалар жиналады да, ол Абу Ханифаның рас, енді бұл жер деген фанатизм емес. Олар не істегенде ғылымға қарап жатыр, шариғатпен сөйлеп жатыр ғой. Қой деген ана. Дәлелін зерттеп, оның мықты екендігін бір ауыздан келіскен. Егер ол фанатизмге жоқ, Абу Ханифаға деп қана телінетін болса, ол деген Құдай сақтасын неге алып бару мүмкін осы оңға? Ондай ғой, медицинада ең шыңына жеткен кім медицинада? Ибн Сина ма? Ибн Сина бір қағиданы қойды да, мысалы үшін бір мәселе айтты. Жоқ, қағида емес, бір андай ауру болатын болса, емі осы деді. Енді Ибн Синадан кейін келген бір ғалым тұрды да, дәл сол ауруға басқа бір ем айтты. Енді сол осы медицина саласына жүрген ғалымдардың барлығы қайсы жол бірінші емге жеткізеді, жақсырақ екендігінде таласады ғой. Таласып келеді да, Ибн Синаның қағидасы айтқан мәселесі, яғни ауру емделеді осыны істесең деген сөзі мынадан қарағанда қуатты екендігін дәлел көрсетіп береді. Тез емдейді, оңай деген сияқты мысалға. Сол секілді Абу Ханифаның да ғалымдар дәлел негізі Абу Ханифа айтпаған, мен мына мәселеге мынандай дәлел қылдым деп айтпаған. Оның дәлелін нақта ғалымдар бізге көрсетіп шығарып берген. Оны шығару үшін де сондай дәрежеге жету керек. Оның өзі біраз дұрыс па қарайсыз, дұрыс талап етеді. Мен қосылам. Өйткені Абу Ханифаның өзі бір айтқан кезде бірнеше мәселені айтқан. Дұрыс па? Бізге жеткен нелер хабарларында мысалы Абу Ханифа айта ма, бір нәрсені бір айтқан кезде 3-4 дәлел айтады.
Соңында не істейді ол? Мынау менің дәлелім деп айтуы мүмкін. Қуаттайды. Немесе айтпауы да мүмкін. Иә, немесе үндемейді. Кейбір үндемейтін болса, айтпайтын болса, соның дәлелін табу үшін ғұлама ғалымдар, сол деңгейлес ғұлама ғалымдар, сол замандағы, сол дәрежеге жеткендер зерттейді, саралайды да дәлелін шығарады. Ал айтатын болса, басқа да айтылған дәлелдер бар ғой, ол да оның сөзі болады, көбінесе. Әдемі сөздер. Неге өйткені не үшін бүйтіп айтып жатыр ол? Өйткені ижтихад дәрежесіне жеткендіктен. Имам тек қана Абу Ханифа, Маликиде, Шафииде, иә, имам Ахмадта осы деңгейлес жеткендіктен, олар бұл сондай деңгейге жеткендіктен олар айтуға қадірлі. Үкім алғаннан кейін, негізге сүйене отырып айтқаннан кейін, ол субхана, ол енді айту, сипаттау, тілмен айту қиын ол. Құрметті, ол үшін жаңағы ғасырлар бойы келген 14-12 ғасырдан бойы кішкене өзіңіз басыңыз. ғасырлар бойы жиналып келген кітаптар бар ғой жалпы. Бір сағат өтіп кетті уже. Иә. Ғасырлар бойы жинап келген кітаптарды оқу керек, қарау керек деген сөздерді түсіну керек шығар. құрметті көрермендер, түсіністік танытыңыздар. Енді бұл кісілер докторлар, магистрлар, сіздер андай жай үшін ауызға салып беріп жатқаннан жұтқыз жүріп жатыр да. Сондықтан кейбір мәселелер енді ұстаздар айып етпесіздер, сөздеріңізді бөліп жатырмын демеңіздер, себебі айтылмаған сөз жетім дейді. Қаншама керемет сұрақтар да бар да, әлі сіздердің ауздарыңыздан есту керек. Сондықтан сәл бөліп қоятын. Айып етпеңіздер.